Сәлем достар, сіздермен шоу-бизнес арнасы. Маған тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазақстандағы ең бай әнші кім? Және жылдық табыстары қанша? Топ 5-ке кімдер кіреді? Бүгін осыларға тоқталатын боламыз. Бірінші, еліміздегі ең қымбат әнші Қайрат Нұртас. Оның бір тойдан табатын табысы $7.000. Корпоративтен алатын ақшасы $10.000. Жылдық табысы $2,5 миллион құрайды. Екінші орында шоу-бизнесте қалтасы қалың жұлдыздардың бірі продюсер, актриса Баян Есентаева. Оның жылдық табысы $1,600,000. Үшінші орында белгілі жүргізуші, шоумен, продюсер, актер Нұрлан Қоянбаев. Жылдық табысы $1,5 миллион. Төртінші орында Беркут пен Аиша. Жұптың жылдық табысы $1 миллион құрайды. Бір тойда 40 минут ән салған үшін $6.000 алады. Ал топ 5-ке Айқын Төлепберген кіреді. Тойға $700.000, кештерге $1,5 миллион барады.